Әркім өз өмірінің бағбаны. Не ексе, соның жемісін көреді. Өмірде бізге харекетлерімізге жараса жеміс береді. Бүгінгі қаһарманымызды да қар тәріптен бағбан дей аламыз. Өмірде шаңырағына, кәсіпте шәкіртлеріне, бос уақытында болса үй алды жұмысларына мехр береді. Мен Сетіржай Оңғарбай Камал Аденович 1968 жылы осы Қаликөл районының Арзымбет ауыл пұқарлар жері аймағында туылғанмын. Мұғалімдер семьясында туылдым. Папамның мамамның жолын қуып, мұғалімдік кәсібін таңладым. 96 жылы Өзбекстан Жахат тілдер университетінің рус тілі һәм әдебият факультетін бітіріп шықтым. Мен сол дәуірден бері 31-32 жылдай болып қалды. Осы мұғалімшілік кәсібінде істеп келе жатырмын. Кәсібіменен бірқатар азғана диқаншылықпен шұғылданамыз. Өткен жылдан бастап үйдің қасын үй атырапында теплица ысыққана құрып алдық. Азғана болса да қосымша шаңыраққа дәрі-дәрмек табу мақсат болды. Қияр, помидор, укроп деген нәрселер ерте шығатын өнімдер, солар уже базарға шығарып отырмыз қазіргі уақытта. Енді өзіміз ауылдық жерден шыққан соң диқаншылыққа қызығамыз. Теплицаға егінменен шұғылдануды өткен жылдан бастадық. Биыл екінші жылымыз, үйреніп жатырмыз, істейтін жұмыстарымыз көп. Бұның ішінде енді ерте бәрден қозғалып, сол февралдың аяғы, марттың бастарынан бастап жер тайырладық. Помидор, қияр, редиска, жамылшаға шегім. Әзір пісіп бастады, жамылшаларымыз алып жеп бастадық. Қиярларымызды өзімізден ауысқан базар гүлдері 10 кг, 15 кг базарға шығарып тұрмыз. Енді теплица деген нәрсе бір жақсы нәрсе екен. Жұмыстан шаршап келгеніңде бір ішіне кірсең, демаласаң, азғанда көңілін көтерсең, азғанда еш не бағыштайды екен да теплица. 2 ұл, 1 қызым бар. Қолының бос уақыттары келіп, ішінде жәрдем береді өздері. Аударуым, барлық несінің бәрі балдар істеді өздері. Қасында айтып көрсетіп жүреміз. Әлбетте, бұл теплицаны баслағанымызға қазір міне 2 жыл болды. Бұл теплицаны баслаған уақытымызда бір қанша қиыншылықтар болды әлбетте. Бұның теплицаны құрғанда бірінші очередте өмірлік жолдасын құрып баслады. Біздер оны қолдап қуатлаймыз. Әмде қолымыз, мен өзім жұмыстамын. Енді мен жұмыстан қолым тиген уақытта, және қожалығымда балаларым бар. Һәм мен сол біргелікте сол өмірлік жолдасыма жәрдем береміз. Енді біріншіден уақытымыз тежеледі. Екіншіден сол тазалай, сол опшыларды пайдаланамыз да қожалықта. Бұл әлбетте біздердің әйелдер үшін қолайлы жағдай болады да бұл. Үкіметтің жұмысында істейтін болса, біздерге қосымша жұмыс болады да. Бос уақытымызды босқа өткермейміз. Сол қожалығыма үлкен дәрі тап келіп жатырыпты. Бұны пайдаланғандағы мақсатымыз аяларға да сол мәслихатым, кішкентай болса да теплицалардың үйдің қасына егсе, ерте бәрден қожалыққа көп дәрі болады. Сол өзімнен келіп шығып, мемлекеттің жұмысында да істеймін. Бос уақытымда келіп жер аудартуға күйеуіме жәрдем беремін біріншіден. Қарап отырмаймыз. Біздер тауық бағаман қосымша. Сол өзіне-өзі барлық жұмыстан басында қиыншылығы болады. Аңсат емес. Бірақ кейінде соны ізінен қалмай, әр күні соны істей берсе, һәммесінің кейінде жемісі болады деп ойлаймын. Көбірек әрекет етсе, барлық нәрсе болады деп ойлаймын. Үйде отырған аяларға мәслихатым, жұмыс жоқ деп не қылмастан, еріншектілік етпеу керек. Күнді күн демей, түнді түн демей әрекет етсе, барлығынан жеміс көрсе болады. Басылыма көтеріп, сол мемлекет тарапынан кредит алынды бұл теплицаға. Қазір кредиттің почти өзі қаплап келатырған есабы, өзінің өнімдерімен да. Бұл тарау бойынша біздің районымызда да көп жұмыстар алып барылып жатыр. Негізі мына өзін-өзі тәмелеу, теплицалар құру, басқа тауық бағу,
басқа да сондай ісбермелікпенен шұғылдану бойынша көп жақсы жұмыстар істедім бұны 1-2 жылдың ішінде. Айырым адамдар бар енді, қиын дейді, ол дейді, оның дейді суы жоқ дейді, және бір енді істемейтін адамға бәне көп, істеймін деген адамға ол қолдан келеді, әминамда анық ынта қылып істесе, тырысса соған. Бір аузыма істеп жатқан мен үйде бұл меніңше ол қате шығар деп ойлаймын, себебі әркім әрекет қылса нәтиже болады, әрекет қылмаса нәтиже болмайды. Мен осы көріп отырмын, қосымша азыр қанша пайдаланып тұрмыз әзір. Үйден шығасаң, алып келесең, дастарханға түседі. Мехір беріп, ынтаменен істесең, қарқандай жатам кеуімдегідей болады деп ойлаймын. Дараматымыз енді жақында шығарып бастадық, енді көзге қарап көреміз, енді есептап көреміз. Қанша шығын шығардық, қанша дарамат көрдік, бәрін оған есеп кітап керек екен бұл нәрсеге де деп есеп кітапсыз еш нәрсе болмайды ғой. Есептап қанша дарамат шығын кетті, қанша дарамат көрдім, бәрін соны тәрізеге салып, құдай қаласа күзде оның есебін шығарамыз. Пайдалы тараптары мысалы ашық далаға 1 мәрте егесем бұл өнімдерді, қазір ыстықханада 2 мәрте өнім алуға болады. Мұғалімшілік кәсібі де қатты машақатлы кәсіп. Айырым пайдалар болады. Неге мұғалім болдым деген дәрежеге барып сондай адам шаршайды енді. Сол кезде мысалы жұмыстан шаршап барып, енді жұмыс болған соң ол жерде әмме нәрсе болады. Ол жерде азғана конфликттен болуы мүмкін, басқа ұнамды нәрселер болуы мүмкін, әмме нәрсе болуы мүмкін да. Сондай вақыттар бір настроениең бір бұзылған уақытта барып, теплицаға кіріп, 1-2 жерін шықпасаң, баяғы шаршағанларың, баяғы стресстерің бәрі өз-өзін жоғалып кетеді. Жұмыстан шығып барып, ішіне кіріп бұрмайдан қимылдап, ана өскен егілерді көрсең, адам кайфиятың көтеріледі. Өзіңше азық аласың, рухи азық аласың да. Мен соны сезім сол нәрсені. Енді қазіргі уақытта біздерде мына бизнесті рауаждандыру бойынша да негері ашылған орындар бар, хакимиет тарапынан ашып қойған мекемелер бар. Міне сол жерлерге барып, қазіргі жастарымыз бизнес проект дейміз, сондай нәрселерді өздерім жәрдем береді бұлар. Азық мен бірнеше мәрте гуасы болдым, жастардың жұмыс тауып кеткені жаңағы. Мемлекет істеймін десе, мен мынаны бастайын деп маған қолдап қуатласаң жіберсеңіз десеңіз, әрекет жәрдем береді әкімет. Тихарық кәсібіміз мұғалімшілік. Мұғалімшілік кәсібі не дейді, бір қатты машақатлы жұмыс былайынша қарасаңыз. Машақатлы жұмыс қиын. Оның нәтижесін баладан көресің ертең. Бұл мысалы диқаншылыққа жерге егіп, жерден өнімнен дараматынан көретін болсаң, мынада инсанның тағдыры жатырыпты бұнда. Соның нәтижесін, ұнамды нәтижеге ерісуің керек. Соның үшін мұғалімшілікте істегенде бар ықыласыңменен, біздердің міне қазір 35 жылға қарап кетті. Біздер бастаған жылдар қазір оқып келген балалар қазір балалы болып кетті. Балалары бар, әтті біреулерінің ақылары бар көпшілігінің. Мен солар бір ұшырасып қалған кезде, ұстаз, ассалаумағалейкум деген кезде, баяғы шаршағыларын шығып, адам бір кеудін көтеріп жоқсанып қаласаң да, бір ауыз сөз адамға сондай бір не береді, күш береді. Мен бекарға мұғалім болмаған екенмін ғой деген адам ойлаған қаласың да арасында. Ойлайды ғой адамдар, мысалы, мұғалімшілігі бір жағынан диқаншылығы, және бір жағынан шаруасы бар, қалай үлгереді деген деп та. Бұның бәрін мен ойлаймын, ережелестіріп алу керек, адам өзінің істейтін жұмыстарын бәрін ережеге қойып, істесе, әммесіне үлгереді. Істеген жұмысыңа өзің рәтленуің керек, өзің ләззат алуың керек. Мен мынаны істедім, мынаны әжайып болды, зор болды деп, өзің істеген жұмысыңнан өзің ілхам алып, yoşlansаң,
бұл қатты жақсы нәрсе. Кәсіп көп нәрсені берді. Халық арасында жүресең, тәрбие беріп, өзің тәрбие аласың солармен жүріп та. Сондай бұл кәсіп, ғұламалық күн тәртібіміз енді екеуі тығыз байланысқан. Мұғалімшілік кәсіп болғаннан кейін бірқатар азында ерте тұрып сол егілердің шөп басқан жерлер болса алып, бірлейтін жерлер болса бірлеп, бірқатар көріп болғаннан кейін азанғы шайымызды ішіп, кәдімгі өзіміздің мемлекеттік жұмысымызға мектебімізге келеміз. 2-3 күннен бері міне жазғы демалысқа шықтық, мұғалімдер, оқытушылар солардың қатарында біз демалысқа шықтық. Енді көбірек уақытымызды сол диқаншылықпенен, егін-пегінге қараумен өткереміз ендігі жағында. Міне түсілу керек бір кәсіппенен қалып қоймастан, қосымша ілажы болса қосымша кәсіптерді елеуге, іс-білгірлікпен шұғылдануға, қосымша мемлекет жұмыстарынан басқасы өзінше жеке іс-білгірлік жұмыстарын алып бару да қазіргі уақытта имканияттар жаратылған. Омархан жұмыс ашушыларымен ауара болып, кейде кеулім тыныштыққа келгенінде, мен осы атызға келіп, жетілсіріп атырған жемістерімді көріп, рухым тыныштанады. Шаршауларымды ұмытаман. Бұл жердің зауқы бөлек. Атыз енді атызға ол. Мына жер ішкені ықшам, істеуге қолай. Өзі парланып, өзі ығарланып тұрады. Bir суғарсам көп уақытқа шейін су құрмасынан болады бұнда. Ызғарлығын есі сақтап тұрады ішінде. Дәмінде әзіргі уақыттар көбірек химический удобрение дейміз ғой. Сонда көп беріліп жатырды да, ол дәміне тәсір қылады егіннің. Көбірек минерал, табиғи қи, соған төгілерді берсең, мазасы жақсы шыға береді. Соңғы уақытлар енді ауыл арасында, халық арасында теплица мен шұғылданатын адамдар саны көбейіп жатырды. Жақында біреулер бастап жатырмыз деп кешеге ойласып сөйлесті. Сонда неге оларым сұрап жатыр, не ексек болады? Сіз ектіңіз ғой 1 жылдан бері деп. Мен астымда міне қияр, помидор тез шығатын егілдерді, тез шығады. Жер күзге шеген орнын тазалап, екінші егін егіз жерсен болады бұл екеуінің орнына. Айырым кездері сол ішіне кірсең сол тез шығып кетуге не қыласың, сондай дым болып қалады да, дым болып. Соның үшін мындай атраптарын ашып, етіп қойымды керек жаздың ыстыларында. Болмаса мына егінге де зиян ыссы. Мехір беру керек болған, егінге мехір берсең, сонда өнім береді, өзіңе демалуыңа да жақсы болады. Қаһарманымыз арқылы мемлекет басшысының бастамасы менен Қырғызстан Республикасына беріліп отырған имканиятлар өз нәтижесін беріп отырғанлығын, бұл арқылы әрбір шаңыраққа кіріп барғанлығы және де өзінің тұрмысын жақсылауға қызмет етіп отырғанлығын көруімізге болады. Перзент, келешегіміз перзенттер ғой осы. Қандай тәрбие берсең, ертең соның нәтижесін өзің көресің. Соның үшін ләжі барынша балаларға сол хақиқатшыл болуға, тура сөйлеуге, минеттен қашпауға тәрбие береміз. Сондай тәрбие шүкіршілік бұл көп нәрсеге жеткереді деп ойлаймын. Өзіңнің барлығына, елдің тыныштығына, заманның сондай паралан болуына бұлардың бәрі шүкіршілік ету керек. Өмір адамға бір мәрте берілетін бұл имканият. Пушкиннің бір сөзі барды. Бір капитанская дочка деген несі бар, шығармасы бар. Соның басында эпилогы айтып қойыпты. Береги честь молоду, одежду снова дейді. Өзің жүжданыңды, ар-намысыңды кішкене жастығынан бастап қорғап біл дейді. Өзіңді таза ұста деген мәнісі екінші мәрте айтылған. Сол ұран көбірек ойлаймын мен. Ар-намысың, жүжданың таза болсын деген мақсатта айтылған нәрсе. Енді ережелеріміз көп. Бұл диқаншылықты тоқтатып қоюға болмайды. Разы болса рауаждандыру керек. Жаңа технологияларын пайдалану керек, егінді көтеру үшін, өсіру үшін жерге істеу өріміз керек қайттан және. Көпшілік адамдар міне диқаншылық істеп жатырыпты, шаруамен шұғылданып жатырыпты. Жеке іс-білгірлік жұмыстарын алып барып жатырып, осы нәрселерді кеңейту керек деп ойлаймын. Адам тоқтап қалмастан әрекет ету керек. Сонда алдына қойған мақсатына жетеді. Өмір сүрер екенбіз, біз жасап өткен жолларда игілікі істеріміз бенен өз ізімізді қалдыруымыз керек. Бағбан сияқлы жақсылықларымыз бенен бақ жаратуымыз керек, дейді қаһарманымыз.